бір клиент қой, в общем, маған менен сұрайды, брат, намаз оқисыз ба деп. Мен айтамын, иә, альхамдулилля. Бір көкейімде жүрген бір сұрақ бар еді, сұрақ көрсем бола ма дейді. Айтамын, иә, сұрақ көр деп. Бұрын, в общем, 4-5 жыл бұрын намаз оқып едім дейді. Намаз оқыдым да, сосын намаз тастап кеттім дейді, в общем. Айтамын, саған енді қандай сұрағың қандай десем, осы қайттан бастағым келіп жүр, сол бір түс көрдім дейді, в общем. Түсімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Енді мен түсін тыңдадым, қалай болды, қандай түс деп. В общем, Қағбада көрген екен, Қағбада. Сол еще Қағбаны көрген. Сосын мен айтамын, машалла, ол жақсы ғой, ондай түс көріп тұрсаң. Значит, саған Аллах тарапынан бір ескертулер келіп жатыр да, негізінде. Себебі әр адамға ескертулер әртүрлі болып келеді. Біреуде бір манағыдай аварияға ұшырайды деген сияқты, біреуде бір жақын туысынан айырылады. Адам баласында бір, в общем, бір сынақтар болады ғой. Бұндай знамениялар да болады да, жаңағыдай түс көру арқылы да знамениялар болып тұрады негізінде. Соны айтады да маған, осылай болып жатыр деп. Енді көкейімде жүрген сұрақ еді. Может, Аллах тағала сізді кездестіріп тұрған бар дейді маған. Мен айтамын, альхамдулилля, ол сен осылай сұрап отқаның өзі бір не ғой. Осындайды сенің сұратып тұрғанда иманың ғой деп жаңағы айтып отқаным осы үйде. Содан сұрайын ғой, не үшін бұрында оқып жүріп, не үшін оқымай қалдың десем, в общем, ата-анам қарсы болды дейді. Ол кезде мен мектепте оқитын едім дейді да. Мен айтам, сен өзің ата-анаң негізі қарсы болмайды, егер өзің дұрысынан оқып жүретін болсаң, может бір ата-анаға бір ұнамайтын нәрселер жасаған шығарсың. Жаңағыдай тек құлшылық жасап, бір үйдің шаруасын жасамайтын боларсың. Ата-анаға бір көмектеспейтін боларсың үй шаруасымен деген сияқты. Сөйтіп айттым енді. Ол енді нақты жауап берген жоқ оған, бірақ айтқаны оның ең басты причинасы не үшін намаз қойып кеткеніне өзіне дінді қиындатып жібергендей болды да. Дінді өзіне қиындатып жіберген да. Ол манағы нәпіл нәрселермен көп айналысып кеткен. Парыздан бөлек нәпіл нәрселермен өзінің шамасы келмесе де, соны өзіне бір мойнына жүктеп алып, сосын манағы оның бір ұстазы болған сол кезде. Ұстазға да байланысты болуы мүмкін да. Бір исламдағы жоқ нәрселермен обязывать етіп қою мүмкін. Жүктеп, мысалға, дәрет алғаннан кейін истибра жасауың керек, 40 рет приседание жаса, жаңағыдай бірдеңе 40 қадам аттап кел деген сияқты неше түрлі қиындықтар бар негізі. Сондайлармен жүктеп қойған арқылы дінді, намазды қойып кеткен бауырларды білемін да мен просто. Неше түрлі әңгімелер естіп жатыр қой енді, өздерінің ауыздарынан. В общем, дінде жүрген кезде шаман келгенше ұстану керек та, шаман келгенше. Өзіңе қатты қиындатуға болмайды. Ол да сен исламда өзіңе бір ұстай алмаймын ау осы мен дінді деген бір мен осы дінді ұстай алмаймын ау деген бір шешімге келіп қалуың мүмкінсің да. Ол да шайтанның бір пиғылының бірі. Адамға дінді қиындату арқылы адамды осылай діннен шығарып жіберу.